Әлемге танымал әнші Димаш Құдайберген Уханьдағы медицина қызметкерлерін қолдауға арналған классикалық қанаттар деп аталатын жаңа Қытай бағдарламасында өнер көрсетеді. Шығарылым бүгін 25 маусымда көрермендерге жол тартты. 26 жастағы танымал әнші Димаш Құдайберген бұл жаңалықты өзінің Instagram парақшасында бірнеше пост жариялау арқылы хабарлады. Әртістің фан-клубы ресми парақшасында шоу Ухань ауруханасының медициналық қызметкерлеріне арналғанын атап өтті. Бағдарлама Айдаһар қайықтары шеруі аясында шығарылады және Димаштың тыңдармандары мен миллиондаған көрермендері көгілдір экран алдына жинайды. Бұл жаңалықты естіген әншінің жанкүйерлері мақтау сөздерін жаудырды. Бір реттік көзқарасымен құлатпақшы ма? Неткен керемет жаңалық, міндетті түрде көреміз. Тағатсыздана күтеміз. Ғажап, көптен бері күттірген Димаштың өнер көрсетуі бұдан асқан керемет бар ма? Таңертеңгі ең жақсы жаңалық. Сені шексіз тыңдауға болады, деп жазды желі қолданушылары.